мектебінің 2-ші сынып оқушысы Жұмажан Адина Бектасқызы. Абай Құнанбайұлының ғылым таппай мақтанба, ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге, 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрсеге асық бол, адам болам десеңіз, тілеуің өмірің алдында, оған қайғы жесеңіз, өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер, мал шашпақ, 5 дұшпанын білсеңіз, талап еңбек терең ой, қанағат рақым ойлап қой, 5 асығыс көнсеңіз, жамандық көрсең нафрат тілі суытып көңілің тыйсаңыз, жақсылық көрсең ғибрат тілі оны ойға жисаңыз, ғалым болмай немене, балалықты қисаңыз, болмасаң да ұқсап бақ, бір ғалымды көрсеңіз, ондай болмақ қайда деп айтпақ олым сүйсеңіз, сізге ғылым кім берер, жанбай жатып сөнсеңіз, дүниеде өзі, мал өзі, ғылымға көңіл бөлсеңіз, білгендердің сөзіне махаббатпен ерсеңіз, ақыл сенбеңіз, бір істе кескенсеңіз, ақсақал айтты, бай айтты, кім болса мейлі сол айтты, ақыл менен жеңсеңіз, надандарға бой берме, шын сөзбенен өлсеңіз, аят хадис демес қой, үкір болдың демес қой, қанша қарсы келсеңіз, көп орында көрне айтпа, біздің сөзге ерсеңіз, мұны жазған кісінің атын білме, сөзін біл, осы шалған дүниеден шешенде өткенде бұлбұл, көсенде өткенде дүлдүл, сөз мәнісін білсеңіз, ақыл мизан өлшеп қыл, егер қисық көрінсе, менің таста, менің күл, егер түзу көрінсе, ойлап қонаққыл, ақымақ көп, ақылдас, демек көптің сөзі бол, жақырының сөзі тәтті деп, жақырым айтты дик көрме, надандықпен кім айтса, ондай түпсіз сөз көрме, сізге айтамын халқым бол, өзің үшін үйренсең, жамандықтан жиренсең, ашыласың жылма-жыл, біреу үшін үйренсең, біреу білмесең білсең, білгеніңнің бәрі тұл, сөзіне қарай кісіні ал, кісіге қарап сөз алма, шын сөз қайсы біле алмай, әр нәрседен қорғалма, мұны жазған білген қол, ғұлама Хайдауани, солай депті 10 жыл, сөзін оқы және ойла, тез еріп, тез жүрма, жас уақытта көңіл гүл.